Саламатсыздар. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз далалық зерттеу әдістері. Далалық зерттеу әдістері пәнінің тірі ағзалар және олардың табиғи қауымдастығын, ағзалардың таралуын, шығу ортасы, зерттеу әдістерімен қатар бір-бірімен және қоршаған ортамен байланысын, оларды анықтау әдістері, қоректену, көбею, таралу, сонымен қатар экологиясында қарастырады. Бұл пәнге қатысты әдебиеттер тізімі экранда мынау слайдта берілген. Кейінгі жаңа әдебиеттердің ішінде мынау методы полевых исследований позвоночных животных, яғни омыртқалы жануарларды зерттеу әдісі 2020 жылы шыққан. Қалған әдебиеттер мынау өздеріңіз көріп отырғандай көптеген әдебиеттер тізімі беріліп отыр. Енді пәннің мақсаты бұл Қазақстан фаунасының жай-күйі, қазіргі кездегі жағдайы, олармен жаңағы жұмыс істеу әдістері, анықтау әдісі, жаңа біз алдында айтып өттік. Ал пәннің міндеті бұл дала бақылауларының, эксперименттердің әдістерін, жануарлар популяция модельдерін, олардың санын сақтау мақсатында жұмыс жасау және пайдалану принциптерін зерделеуге мүмкіндік береді. Зерттеу әдістеріне тоқталатын болсақ, зерттеу әдістері ол бақылау, сипаттау, жүйелеу, салыстыру, эксперимент, талдау әдістері, тарихи әдістер, модельдеу және картаға түсіру болып табылады. Енді бұл далалық зерттеу әдістеріне жаңағы әдістермен қатар қолданатын құрал жабдықтарында тізімін қарастырып өтетін болсақ, мынау сіздердің алдарыңызда жаңа дүрбі, мынау қолшыны дейді, лупа, мынау бинокулярлы лупа, жаңағы далалық жағдайда мынандай чемодан тәрізді өте ыңғайлы өзіңмен алып жаңағы жүруге болатын, жиналатын түрлері де бар. Ал енді мынау бұл да бинокулярлық жаңағы лупа, очки тәрізді, очки сияқты келеді, ыңғайлы жұмыс істеуге. Мынау енді фотоаппарат, жаңағы фотофиксация, видеофиксация осы фотоаппаратпен де жасауға болады. Және қазіргі заманауи мынандай смартфон, полевой компьютер дейді, драмбл жүздеген, мынау кәдімгі сотка сияқты, сотканы да солай қолдануға болады. Бұл жерде интернетке жаңағы бірден базаларға салып отыратын мүмкіншіліктері бар екен. Ал енді сонымен қатар біз жаңағы далалық зерттеу кезінде тек қана суретке түсіріп, видеоға түсірумен қатар жануарларды ұстайтын жаңағы ұстағыштар, яғни аулағыштар, мынандай сетка, яғни тор, мынандай сачок дейміз, сачоктың жаңағы аквариумға арналған, шаяндарға арналған сондай түрлері мынау қарап отырсаңыздар. Одан кейін мына жерде жаңағы балық аулауға арналған құралдар. Біз балықты аулап, оның түрін анықтап, салмағын, ұзындығын, яғни олардың бәрін далалық жаңағы анықтауыштармен анықтағаннан кейін ішкі органдарын жаңағы қарау керек болса, мына жерде міне скальпель, жаңағы қысқыш, зажим, яғни осы керекті құрал жабдықтар. Тағы да сол құрал жабдықтармен қатар, мысалы құстарға да жаңағы құстарды да аулау кезінде мынандай сеткалар қолданылады. Яғни мен балықтарды аулаған кезде балықтардың жас сегалеткалар, яғни жас балалары түспеу үшін бұл сеткалардың номерлары болады. Жаңағы балықтар аулайтын сеткалардың мынандай таралысы кішкене үлкендеу болатын. Енді мынандай сеткалармен аулайтын болса, әрине ұсақ шабақтары да балықтардың түсетін болады. Сондықтан шабақ шығып кете алатындай жаңағындай тесік үлкендеу сеткалар болады. Енді сүтқоректілерде мысалы қақпандар болатын болса, ол қақпандардың да номерлары болады. Жаңағы
түрлерге байланысты. Ірі түр болса қақпанда ірі болады, кіші болса әрине қақпанның түрі де кіші. Сонымен қатар мына жерде жаңа құстарды сақиналау көрсетілген. Құстарға яғни мынандай сақина салу әдістері, мынандай алюминий жаңағы темірден мықты, одан қалса мындай пластмастардан да қазір шығарылады. Енді бұлардың өзінің әрқайсысының артықшылығы бар. Мысалы, мынау енді алюминийде пластмасс жаңағы жеңілірек болып келеді, сондай ыңғайлы деп айтуға болады. Енді одан кейінгі жаңа сабақтарды, тақырыптарды қарастырған кезде біз жаңағы спутниковый ошейник дейміз, яғни спутниктік мойын орағыш дейді. Одан кейін микрочиптерді қалай салынатын, оны кейінгі сабақтарда жаңа таңба салу әдістерімен танысқан кезде қарастыратын боламыз. Бүгін жалпы біз далалық зерттеулерді қалай жүргізуіміз керек. Біз далалық зерттеуді жүргізу үшін алдын ала дайындаламыз, яғни жоспар құрамыз. Далалық жаңағы күнделік дейміз, немесе жаңағы кітапша, миллиметрлік қағаз, дәптер өзімізбен алып шығамыз. Сонымен қатар барометр, әртүрлі жаңағы құрылғы барометр, бұл биіктіктерді арнауға егер керек болатын болса, компас, мысалы бағыт анықтау керек болатын болса, енді бұл ескі әдістер, бұларды айтып өту керек. Тау жаңағы балға, аудандарға жаңа саперлік күрек деген сияқты жаңа жердің, топырақтың мысалы анализ, талдау жасау керек болатын болса, сынама алу керек болатын болса, осындай құрылғыларды қажет. Ал енді бағытты, бағдарды қазір енді компас емес, сіздер білесіздер, жаңағы гиспен немесе жаңағы заманауи тіпті сотканың өзімен жүріп те анықтауға болады. Енді мына жерде психрометр, анометр, жаңа ауа, топырақ, рулетка, нысандық жаңа сызғыш, гербарийді алу керек. Өсімдіктерді мысалы зерттеуге шығатын болсақ, гербарий қалтасы мен торы, яғни оны жаңа көрсетілген лупа, орауыш қағаз, енді мына жерде барлығының тізімі көрсетілген. Өзеннің, көлдің, тоғанның, жаңа құдықтың немесе тереңдігін өлшеуге, немесе олардан сынама алуға әртүрлі ыдыстар, шыны ыдыстар, кейбіреуінде жаңа пластик ыдыстар сондай алып жүреді екенбіз. Енді далалық әдістер қандай, яғни ол маршруттық болады, стационарлық, содан кейін сипаттамалық, одан кейін эксперименттік далалық әдістер болады екен. Маршруттық әдістерге жаңа зерттелетін аумақта организмдердің белгілі бір тіршілік нысандары, экологиялық топтардың, фитоценоздардың, қорғалатын түрлердің және тағы басқа олардың болуын анықтау, зерттелетін экологиялық объектілердің әртүрлігімен кездесуін анықтау үшін қолданылады. Бұл әдістер тобын әдістер тікелей бақылау, жағдайды тікелей бақылау, жағдайды бақылау, өлшеу, сипаттау, мысалы есеп алаңдарын, тірі әлемнің жекелеген өкілдерін, фенофазаларды және тағы басқа сипаттау болып табылады. Зерттелетін объектілерді, схемаларын, карталарын және тізімдерін жасау болып табылады. Енді стационарлық әдіс ол бақыланатын объектілерде жаңа болатын өзгерістерді бірнеше рет қарап, бірнеше рет жаңа өлшеуді талап ететін, сол бір объектте ұзақ маусымдық немесе жыл бойы көп жылдық бақылау әдістерін жүргізетін жерді стационарлық деп айтамыз. Бұл әдістер әдетте далалық және зертханалық зерттеулерді біріктіреді. Яғни сол далаға жинап келген мысалы жаңа кеміргіштерді, ұсақ сүтқоректілерді жинайды, қақпан құрып, немесе жаңа түнгі аулағыштарды құрып жинайтын болсақ, ловушка гера дейді, яғни гера аулағышы. Солармен жинайтын болсақ, оларды сол стационарлық әдістерді, яғни ұзақ уақыт бақылап, сол жерде, сол далалық жағдайда, сол жерде анықтап, сол жерде жаңағыдай сойып,
сондай бірден зертханалық жұмыспен сол далалық жұмысты біріктіруге болады. Сипаттау әдістері бұл енді зерделенетін, яғни зерттейтін нысандар, оларды тіркеп, мысалы журнал, жаңағы күнделік, арнайы журналдарға тіркеп жазамыз. Экологиялық құбылыстарды картаға түсіреміз, табиғи түгендейміз, сонан кейін экологиялық мониторинг бұл кілті болып табылады екен осы жүргізген зерттеулеріміз. Сонымен қатар эксперименттік әдістер, бұл эксперименттік әдістер өндірілген немесе нысан анықталған қасиеттер бақылау, сипаттау, өлшеу. Енді біз балық аулаған болсақ, сол балықтың сыртқы құрылысын қараймыз, ұзындығын, салмағын, құйрығының формасы, басының формасы, немесе сондай белгілеріне сол анықтауыштар арқылы анықтап алғаннан кейін жаңағы оның қоректену рационын, яғни қоректенуін анықтау керек болатын болса, оны міндетті түрде сойып қарастырамыз. Енді далада қойылған эксперимент зертханада жалғасуы мүмкін. Қазір экологиялық зерттеулер, олардың сандары, құбылыс, сандық бақылау, оның барлығы жаңағы бірлестіріп, комплексно дейміз ғой, жаңа бір тұтас бірге қарастыруға, бірге жасауға болады. Мысалы, өсімдік қауымдастықтарын зерделеу кезінде сынақ алаңдары мен есепке алу алаңдарын сипаттамасы. Енді қауымдастықтардың шаруашылық рөлін анықтау, бағалау, олардың жаңағы маңызды ерекшеліктерін геоботаникалық картаға түсіру болып табылады, яғни жүргізіледі. Ал енді жануарларды экологиялық зерттеу кезінде көші-қон, яғни миграция, жануарлардың миграция, популяциялардың орналасу, олардың тығыздығы, бағыты, тағы да басқа көптеген көрсеткіштер талданады. Пайда болу жиілігі, көптігі, басымдылығы, яғни доминант, субдоминант, одан кейін биомасса, нақты өнімі, сондай көрсеткіштер қадалады. Экологиялық құбылыстарды модельдеу әдісі кеңінен таралған, яғни жасанды жағдайда жабайы табиғатқа әртүрлі процестерге еліктеу, сонымен модель жағдайында фотосинтез кезінде өсімдікте болатын көптеген химиялық реакциялар жүзеге асырылады. Мысалы, қазір 3D, 5D деп жаңағы компьютерлік технологияның, жаңа технологиялардың дамуына байланысты, тіпті сол фотосинтез процесі немесе организмдегі жануар болсын, өсімдік болсын, жүретін жаңа процестерді модельдеу арқылы көрсетуге болады екен. Ол әрине біраз уақыт алады. Енді зерттеудің циклды этаптары, жаңағы түсіндіру, теориялық әдістер, сосын сипаттау, эмпирикалық әдістер, экспериментальды жаңа жоба ретінде осындай әдістер қолданылады. Далалық зерттеу әдістері ғылыми зерттеу этаптарынан тұрады, яғни бірінші мәселені қоямыз. Мысалы, біз жаңағы бір сирек кездесетін түрдің экологиясын зерттейміз ба, мысалы балқаша лабоғасы, немесе жаңағы қарбарысын зерттейміз ба деген сияқты мәселені бірінші қойып аламыз. Тақырып, мақсат, зерттеу міндеттерін анықтаймыз. Алдын ала жаңағы гипотезаны ұсынамыз. Экспериментті жоспарлап, зерттеу әдісін таңдаймыз. Нақты соған қажетті зерттеу әдістері. Практикалық зерттеулер сапалы және сандық нәтижелер тіркелу керек. Экспериментті көп қайтара жасау дәлелдеме негізді болу үшін алынған нәтижелерді өңдейміз, алынған нәтижелерді талдаймыз, қорытынды тұжырым жасалынады, шешілмеген сұрақтарды анықтап, зерттеу қорытындыларын рәсімдеп, соңында жаңағы есеп ретінде қорытындыланады екен. Ғылыми зерттеу бұл сенімді ғылыми фактіні анықтауға ықпал ететін таным әдісі болып табылады, оны сіздер жақсы білесіздер. Биологиялық зерттеулерде қолданылатын әдістер эмпирикалық, жаңа теориялық алдында да айтып өттім. Эмпирикалық әдістер бұл эксперименттен және бақылаудан тұрады. Мына жерде енді жаңағы далада, мысалы даладағы зерттелген түрлердің жаңағы модельдері жасалып, немесе сол лабораториялық зертханалық жағдайда да соның жай-күйі, өзгерістер, ондағы жүріп жатқан процестер, немесе олардан алынған сынамалардан
осындай арнайы ғылыми эксперимент жаңағыдай жасалынады екен. Бұл бірнеше қайталанады, білесіздер. Енді мына жерде далада бақылау табиғи нысандары, табиғат нысандары, мысалы құбылыстарды бақылау кезі, мысалы көріп отырсыздар, тірі жүйелерді бақылау кезінде зерттеуші процесті оған араласпай-ақ тұрып тек сипаттайды, өлшейді. Енді жаңа бақылаудың түрлері: құрылымдық бақылау, бұл жоспар бойынша құрылымданбаған бақылау, жоспарланбаған тек бақылау нысаны болып анықталады. Далалық бақылау табиғи жағдайда, зертханалық бақылау нысан жасанды түрде жасалған жағдайда, тікелей бақылау, жай көзбен қадағалау, жанама бақылау, аспаптың көмегімен бақылау. Бақылау алгоритмі жасалады, яғни бақылау объектісін таңдау, бақылау мақсатын анықтау, бақылау мақсатына қол жеткізу құралдарын және тәсілдерін таңдау. Алынған ақпаратты тіркеу, әдісін таңдау, бейне, фото түсірілім, жазба, тұрақты және мерзімді байқау, қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді, жасырын немесе нақты. Яғни алынған ақпаратты өңдеу. Енді фактілер түсіндіру үшін мынандай теориялық әдістерді де қолданады. Бірінші жаңа теорияны түсіндіріп, одан кейін жаңа практикаға көшіп, одан кейін мынандай салыстыру нысандарын, ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау арқылы таным әдісін қолданады екен. Салыстыру, яғни екі объектінің әртүрлі қасиеттерін, ұқсастықтары, айырмашылықтары, артықшылықтары мен кемшіліктері, сандық немесе сапалық салыстыру процесі. Салыстыру арқылы заттардың сапалық және сандық сипаттамалары анықталады. Мұнда енді түйіндеу, жалпылау қасиеттермен белгілі жаңа тұрақты тұжырымдар жасалынады. Модельдеу объекті, оның көшірмесін, моделін құру, мысалы мына жерде ДНК-ның модель құрылып көрсетіліп тұр. Яғни біз даладағы жануарлар экологиясын зерттеген кезде, мысалы жаңағы аквариумдағы балық немесе тағы басқа түрлердің механизмдерін, оларда жүретін әртүрлі процестер механизмін біз көру керек болатын болса, сондай модельдеуді де қолданамыз. Енді мынау математикалық өңдеу, бұл бүкіл экобиожүйелерде жүретін процестердің жалпы заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Енді ол қазір жаңағы статистика 8, статистика 12 деген сияқты жаңағыдай өздерінің программа дейді, яғни бағдарлама жиынтықтары, солар арқылы осы математикалық өңдеулер жүргізіледі. Әр ғылымның өзінің объектісі, өзіндік зерттеу пәні болады. Мысалы, тіршілік иелері жаңағы мұнда көріп отырсыздар, жаңа зат алмасу, өсу жылдамдығы, тағы басқа. Назарларыңызға рахмет.